Математика пәні тақырыбы Рим цифрлары. Келесі бейнежазбаға назар аударыңыз. Сен сандарды Рим цифрымен қалай жазатынын білетін боларсың. Мына сағаттың нешені көрсетіп тұрғанын айта аласың ба? Сағаттың нешені көрсетіп тұрғанын айту үшін нені білу керек? Бұл сағаттың сандары Рим цифрымен берілген. 12-ге дейінгі сандарды жазу үшін 1, 5 және 10 сандарын білу жеткілікті. Кез келген санды Рим цифрымен жазуға болады. 1, 2, 3, 4 саны 1 және 5 цифрларынан құралады. Егер кіші сан үлкен саннан бұрын тұрса, сан кемейді. Яғни 4-ті 1 кем 5 десе де болады. 4, 5. 6 саны да 2 цифрдан құралады. Егер кіші сан үлкен саннан кейін тұрса, онда сан үлкейеді. Яғни 6-ны 5 пен 1 десе де болады. 7 бұл 5 пен 2. 8 саны 5 пен 3. 9 саны 1 кем 10. 10. 11 саны бұл 10 және 1. 12 саны бұл 10 және 2. Тағы бір рет Рим сандарын айтып жіберейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді сен Рим сандарын білетін болдың. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 27-сі үй жұмысы. Берілген Рим цифрларды көшіріп жазып ал. Үшінші тапсырма, 7-ші бет. Берілген Рим цифрларды өсу ретімен жаз. 4-ші тапсырма, 7-ші бет. Өрнектердің мәнін тап.